Сәлем баршаларыңызға, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Бүгінгі видеода мен WhatsApp'та ең көп қойылатын сұрақтардың бірі, ол Америка Құрама Штаттарына визаны қалай жеңіл алуға болады? Америка Құрама Штаттарына визадан қалай отказ алып қалмау керек? Американ визасын гарантированно 100% алу үшін не істеу керек? Осы видеода мен айтамын. Достар, негізінде көптеген Қазақстан азаматтары үшін Америкаға визасын рәсімдеу, виза рәсімдеу негізінде қиын. Және де келесі бір нюанс бар бұл жерде. Бізде Қазақстанда Американ визасын рәсімдейтін, Америка виза рәсімдеуге көмек беретін фирмалар, компаниялар, агентстволардың саны өте көп. Және де осы фирмалардың яғни білмейтіндігі, некомпетентность, олардың виза жасай алмайтындығы, тек қана көбінесе рекламаға көңіл бөле беретіндігінің осындай салдарынан көптеген адамдары визаға тапсырған, және де виза ала алмай шыққан, және де сондай бір түсінікте бар, Американ визасын бермейді екен деген секілді. Бұл жерде айта кететін ключевой сұрақ, достар, Американ визасын рәсімдеу қиын. Поэтому, соответственно, Американ визасын рәсімдей алатын адамдар бар болатын болса, әрине ол нұр үстіне нұр. Енді қалай біз Американ визасын алуға болады, қалай рәсімдеу керек? Ең бірінші нәрсе, біз достар 3 нәрсеге көңіл аударамыз. Мұқият жазып алыңыздар, сызып алыңыздар, бір жерге түртіп алыңыздар, бастамас бұрын бір ақпаратты алып жазыңыздар. Чтобы сіздер осы мен айтылған информациялардың төңірегінде келесі жол өздеріңіздің кейстарыңызды жүргізесіздер. Ең бірінші, Америкаға бару мақсаты таңдау керек. Мақсат. Яғни орысша айтқанда цель визита в Америку. Ағылшынша айтқанда purpose of the travel to the United States дейді. Америка бару мақсаты қандай болуы мүмкін? Қараңыздар. Сіздер бөлек мемлекет, Америка Құрама Штаттары басқа ел. Поэтому офицер келген уақытта ол сізден білгісі келеді. Америка не үшін бара жатыр? Сіздер сол арқылы өздеріңізді көрсетесіздер. Иммигрант емес, сіздер террорист емес, сіздер бір экстремист, болмаса бір адам саудасымен, болмаса бір финансовый махинация жасайын деп бара жатқан жоқсыздар. Осы нәрсе түсініңіздер ғой. Поэтому ол консулдар білгісі келеді, логически ойлағанда. Так, мына кісі не үшін бара жатыр екен? Неге керек екен бұған виза? Қашан қайтады екен? Не істейді екен Америкада деген секілді осындай сұрақтар туындайды. Сол себепті осы сұрақтарға жауап беру үшін біздің барлық айтылған сөздеріміз, толтырылған документтердің барлығы логически барлығы сәйкес келу керек. Енді қандай мақсатпенен Америкаға баруға таңдауға болады? Қандай мақсатпенен баруға деп мен жиі айтамын. Мысалы, туристік мақсатта деп, туризмге сәйкес келу керек, соответственно. Егер де шақырту арқылы гостевой, немесе қазақша айтқанда қонақ болатын болса, соған сәйкес келу керек, сәйкесінше документтер жинау керек, сәйкесінше ДС-ті толтыру керек. Немесе оқуға баруға болады, Америкаға емделуге, спорттық шараларға қатысуға, бизнес немесе форум, саммит секілді іс-шараларға қатысуға болады деп. Даже мысалы грин-картаны тапсырып ұтып, грин-карта лотереядан ұтып алған жағдайда сіздер визаға тапсырасыздар ғой, грин-карта ұтып алдым деп. Сол кезде сіздер цель визита в Америку сіздер айтасыздар сол кезде. Мен грин-карта ұтып алдым, мен Америкаға барып тұрамын деп. Көрдіңіздер ғой осындай цельдер бізде. Әрбір цельде өзінің нюанстары, өзінің талаптары бар. Гостевой визаға келетін болсақ, шақыртатын адам болу керек. Ол шақыртатын адам Америкада официально жұмыс істейтін болу керек. Және табысы, мөлшері болу керек. Тұрғылықты тұратын кемінде осы адресте 5 жыл бойы тұрып жатқан адресі болу керек. Консул оның барлығын тексереді, сіздер барғанда барлығын көреді, барлық информация қалай дополнительно керек болып жатса сіздерден сұрайды деген секілді осындай. Туристік виза тапсыратын болсақ, соответственно, бізде уже бұндай документтер жинамаймыз, біз мүлдем басқа документтер жинаймыз. Ол біздің бұрын шетелде болмағандығымызды, саяхаттағандығымызды көрсететін Қазақстандағы жақсы жұмыс орындар, жалақы деген секілді. Медициналық виза тапсыратын болса, соответственно, осы медициналық виза сәйкесінше документтерді, ол емделуге бара жатқан болатын болса, емін ақшасын қалай төлейді, кімдер төлейді, осындай. Сол себепті, достар, мен түсіндік қой, бірінші пунктті біз жаптық. Бұл Америка бару мақсатымызды айқындау. Келесі екінші пункт әсер ететін ол
адамның отанменен тығыз байланысы. Әрбір Қазақстан азаматын отанменен тығыз байланысы біздің виза берілу немесе берілмеуге де тікелей қатты әсер етеді. Отанмен байланыс дегеніміз не ол? Көптеген адамдар мысалы маған жазады WhatsApp'та, міне Абди, мен визадан отказ алып қалдым. Мен сұраймын ол кісілерден, маған DS 160 анкетаңызды жіберіңіз, оқып көрейін деп. DS анкетасын оқимыз, сол оқыған уақытта уже понятно болып тұрады. Отанменен тығыз байланысы ол кісілерде мысалы слабый екендігі. Ол мысалы қарапайым бір ИП-да, ТУО-да жұмыс жасайды. Жалақы мөлшері практически не важно, қанша көрсетсе де негізінде. Жұмыстың өзі важно. Сол себепті мысалы менде списоктар бар, 2000-нан аса виза рәсімдесем, ол алған адамдар қандай жерде жұмыс жасайды. Осы маңызды. Сол жұмыс орындарды басқа адамдарға да ұсыну арқылы осындай одобрениені көбейтуге болады. Сонымен қатар отанмен тығыз байланысына жатады ол Қазақстанда қалып жатқан отбасы мүшелері, бала шағасы деген секілді осындай. Дополнительно көрсететін информациялар, пункттер бар. 40-тан аса осы DS 160 анкетасында 40-тан аса пунктке біз өзіміздің отанымызбен тығыз байланысымызды көрсете аламыз әртүрлі способтармен. DS 160 анкетасына немқұрайлы қарауға болмайды достар. DS 160 анкетасын бір сағат, жарты сағат, 2 сағатта толтыра салуға болмайды. Алдын ала дайындау керек, алдын ала сызу керек, қандай жерге не толтырам, барлығын дайындап болып, содан кейін барып оны толтыру керек. Себебі айтып жатқан пункттердің барлығы ұмытып, толтырылмай қойып, немқұрайлы қарап тез өткізіп тастайтын болса, онда біздің отанмен байланысымыз төмендеу болып қалады да, ол түбінде визаның отказ әкелуіне соғады. Сол себепті достар, осы DS 160 анкетасын толтыруға келгенде өте мұқият болыңыздар, өте қатты көңіл бөліңіздер. Біреуге барып сенімсіз, біреуге немесе көп нәрсе уәде беретін, көп нәрсе обещать ететін, немесе реклама, жарнамаға миллиондаған ақша жұмсайтын адамдарға сенбеңіздер. Қазақта бір мақал бар, біреудің малын ән айтып жүріп бағады дейді. Ол сіздің DS 160 анкетаңызға басқаға, ол сіз сияқты ол виза алып кетсінші деген ниетпенен қарамауы мүмкін. Оларда анкеталары, документтер көп болуы мүмкін, және де асығыс тез деп сөйтіп толтыру мүмкін. Және ол бізде неге әкеліп соғады? Бағана қайтадан айтқанда визадан отказ әкелуіне соғады. Сол себепті достар, осыны да мұқият жаттап алыңыздар. Келесі бізде Американ визасын алуына әсер ететін 3-ші пункт ол интервью. Интервьюға жақсылап дайындықпенен бару керек. Ең бірінші дайындықпен бару керек, екінші внешний вид, адам сыртқы келбеті, киімдері. Киімдер қандай киім киюге болады, мынандай киім кисем ба, жоқ, оның барлығы не важно. Самый главный нәрсе, киімнің өзі сіздерге үйлесімді, әдемі. Сіздер ол киімді киген уақытта өздеріңізде сенімді. Немесе келесі бір методты пайдалануға болады. Ол сіздердің өздеріңіз жұмыстарыңызбен байланысты киімдер. Мысалы, мемлекеттік қызметте бір органда жұмыс жасайтын болсаңыздар, соның формасын киіп барыңыздар. Прокуратурада, болмаса ішкі істер министрлігінде істейтін болсаңыздар, киімдеріңізді киіп алыңыздар. Сол болмаса военный болатын болса, военный киіміңізді киіп алыңыздар. Как будто сіздер жұмыстан сұранып, немесе бір офисной, деловой жұмыс, мектепте сабақ беретін, басқа да болатын болса, соответственно, сол жұмыс униформасымен киініп барған өте дұрыс болады. Киімге де өте көп көңіл бөлу керек. Очки тағуға болады, қолға жүзік, жақсы сағат деген секілді осындай нәрсенің бәрі әсер етеді. Бұл енді біздің внешний вид, самый важный нәрсе бұл скрипт. Скрипт деген нәрсе ол консул сізден сұрайтын 5-6 сұрақ болады. Сол 5-6 сұраққа ключевой сөздермен жауап беру керек. Мен айтатын достар, осы ключевой деген сөзді жаттап алыңыздар. Ключевой деген сөз консулға қажетті нақты сөздерді айту керек. Басқа артық сөздерді қосудың қажеттілігі жоқ. Оны біз скрипт дейміз. Осы скриптпен жаттап алып, сонымен сөйлеуіміз керек. Скрипт деген нәрсені қазір сіздерге бір нәрсені жақсы түсіндірейін. Сіздер жақсы көретін президенттеріңіз бар, болмаса бір тыңдайтын министрлеріңіз, әкімдеріңіз бар, Тоқаев бар. Сіздер байқайсыздар ма, ол кісілер сөйлеп жатқан уақытта халықпенен бір жерде бір су шайып кетсін, бір жерде бір жер сілкіні болсын, болмаса бір жерде бір авариялық апат жағдай болсын, сондай жағдайда қайғы сөз, сондай сөйлейді ғой. Халыққа барып, бір обращение жасап сөйлеу керек. Сол сөздің өзін олар оқып сөйлейді. Хотя бүйтіп айта салса болады, оқымай-ақ, құрметті халқым, осындай жағдай болды. Біз барлық шығындарды өтейміз, барлығын қалпына келтіреміз деп өзінің қарапайым тілменен американецтер, басқа да секілді айта салса болады. Бірақ
ключевой сөз скрипт деген нәрсе осы үшін ана скрипт бізге не айтылу керек, не нәрсе информация бару керек, сол ғана информация барады, қалған еш нәрсе істелмейді. Вот осы нәрсені олар қолданады, политехнологтар, министрлер, әкімдер. Және де сіздерде ертең интервьюға кірген уақытта сол нәрсені қолдануларыңыз керек. Оның әртүрлі жолдары бар. Сіздер маған жекеге жазатын болсаңыздар, мен сіздермен ертең бөлісе аламын ол информациялармен. Достар, қайталап айтамын, вообще осы Американ визасын рәсімдеу кезінде кейде сіздердің істеу керек нәрселер бар. Виза алу үшін істеу керек нәрселер бар, және ол нәрселерді істеу керек. Кейде істемеу керек нәрселер бар. Сіздер ойлауыңыз мүмкін, мен мына нәрсені істеуім керек, мына нәрсені істеуім керек, ол маған виза әсер етеді. Бірақ керісінше ол нәрсе сіздерге виза отказ әкелуге соғуы мүмкін. Сол себепті осы бір четко границаны білу керек. Бұған логиканы қосып барып, солай жұмыс жасау керек. Достар, Американ визасын 100% алуға қатысты информация осы. Жалпылама айта беретін болсақ, ол бүкіл видеоға сыймайды. Сол себепті басқа да видеолар бар, солардың барлығын көріп, жазып, сызып, мен осы видеода айтылған ақпараттардың барлығын пайдалану арқылы сіз өзіңіздің визаңызды Америкаға алып, барып жұмыс жасап, ел көріп, жер көріп, жақсы бір табысқа кенелесіз деген ойдамын. Видео ұнаған болатын болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Астында комментарийға пікірге өздеріңіздің сұрақтарыңыз бар болатын болса, қалдырсаңыздар болады. Біз оны оқимыз, жауап береміз. Және де каналға жазылуға, колокольчикті басып кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Сайлау Абди.